Қайырлы күн хабар арнасында жаңалықтар, студияда Әсел Акбарова. WBA, IBO және WBC тұжырымдары бойынша кәсіпқойлар арасындағы бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин елбасының құттықтау хатына жауап жазды. Қазақстандық спортшы өз хатында мемлекет басшысына таяуда өткен жекпе-жектегі жеңісіне орай жолдаған жылы лебізі мен тілегі үшін алғыс айтады. Мен туған елімді халықаралық аренада танытып, Қазақстаннан шыққан саңлақ спортшы қандай болатынын бүкіл әлемге көрсете отырып, айрықша мақтаныш пен патриоттық жауапкершілік сезімдеріне бөленем. Сізге және барша отандастарымызға қуаныш сыйлау, мемлекетіміздің мерейін өсіру мүмкіндігіне ие болғаным үшін шынайы бақыттымын делінген хатта. Президент сайлауын биыл өткізуді еліміздегі танымал ақын жазушыларды қолдайды. Белгілі ақын Шөмішбай Сариев президент сайлауы кезек күттірмейтін шаруа десе, ақын Маралтай Райымбекұлы бұл әлемдегі іс-әрекеттерді бағамдай отырып жасалған шешім дейді. Бұл кезек күттірмейтін үлкен ұлағатты шаруа. Ақын жазушылар, әдебиетшілер, өнер адамы, ғалымдар, қашанда осы озы ойлы азаматтар халқымыздың алда жүретін, осы алға біздің жолымызды алға жетелейтін бұл тұлғалар, сол тұлғалардың бәрі де мен ақын ретінде айтарым, осы халықтық ассамблеяның ұсынысын қолдап, қашанда біз өзіміздің жолымызды ертерек белгілеп, ертерек халқымыздың ар намысын сақтап, халқымыздың ұлттық жүрегіне еніп, осындай бір қиын қыстау кезде біз жолдан шығуымыз керек, жолдан асуымыз керек, биіктеуіміз керек. Сол биікке жеткізу үшін біздің осы шешіміміз өте дұрыс, уақытында айтылған шешім деп ойлаймын. Біздің айналамыздағы, қоғамдағы, жер шарындағы, адамзат қоғамындағы болып жатқан түрлі іс-әрекеттерді бағалай отырып, егер президент сайлауы дәл осы кезде өтіп жатса, біз нұр үстіне нұр деп қолдаймыз. Қазақстан қарқынды дамуын одан әрі жалғастырып, алға қойған жоспарларын жүзеге асыра береді. Президент сайлауын өткізу Қазақстанның бар күш-жүгерін экономикалық мәселелерді шешуге жұмсауына мүмкіндік береді деп санайды Италияның жоғарғы геосаяси зерттеулер институтының Еуразия бағдарламасының жетекшісі доктор Дарио Читати. Оның айтуынша, сайлауды қазір өткізіп, ал келесі жылы ортақ мақсаттар төңірегінде біріккен жөн. Барлық экономикалық жобаларды жүзеге асыру, тіпті Экспо 2017 көрмесін өткізу елдегі тұрақтылықты талап етеді. Сондықтан, егер келесі жылы парламенттік сайлау өтетінін ескерсек, осы екі шараны бөліп өткізу арқылы жыл соңында Қазақстанның бүкіл әлемге өзін алдағы 5 жылға тұрақты саяси жүйені қамтамасыз етіп алған ел ретінде көрсетуіне мүмкіндігі бар. Германия депутаттары да елімізде жан-жақты талқыланып жатқан президенттік сайлау жөнінде өз пікірлерін білдіруде. Олар мұндай шара әлемдегі экономикалық тұрақсыздық кезінде халықтың бірігуіне мүмкіндік береді деп санайды. Шетелдік депутаттардың пайымдауынша бұл сайлау нұрлы жол мен Қазақстан 2050 стратегиясын және дағдарысқа қарсы бағдарламаларды жүзеге асыруға септігін тигізеді. Қазақстанда президенттік сайлауды биыл өткізу туралы бастама ақылға қонымды. Әсіресе қазір әлемде сан алуан күрделі мәселелер шешімін таба алмай отырған кезде, мысалы жаһанды жайлаған қажылық дағдарыс, түрлі мемлекеттер тұтастығына төніп тұрған қауіп, ал Қазақстан алдына қойған биік мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа мандат қажет. Сондықтан президент сайлауын биылғы жылға көшіру шынымен ақ қоштауға тұратын өте орынды бастама. Нью-Йорк жұртшылығы Қазақстандағы президенттік сайлау өткізу мүмкіндігін талқылауда. Әрі шаһардағы ұлттық стандарттау институтының вице-президенті әлемдік экономиканың қазіргі жағдайының нашарлауы әр мемлекеттің жеке экономикасына кері әсерін ескере отырып, шынында уақыт жоғалтудың қажеті жоқ деп есептейді. Ол бұл туралы біздің телеарнаға берген сұхбатында мәлімдеді.
Қазақстан халқы ассамблеясы президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс жасады. Оның бір себебі келесі жылы бұған қоса парламенттік сайлау өтетіндіктен қаржылық қиындықтардың тууы мүмкіндігі. Мен өзім ассамблея ұсынысы орынды, өйткені қазіргі уақытта елге жаңа экономикалық бағдарламамен 2050 стратегиясын жүзеге асыру керек деп санаймын. Мұндай кезде алтын уақытты босқа жіберуге болмайды. Себебі әлемдегі экономикалық жағдай ушығып, мұнай бағасы құлдырап тұр. Ал Қазақстан қазынасы үшін мұнай бағасының қаншалықты маңызды екенін бәріміз білеміз. Хабар агенттігі өңірлерде ерекше қолдау тапқан қазақстандық өнімді сатып ал шарасын одан әрі жалғастырады. Бүгін біз сіздерге Павлодарда жүзеге асырылып жатқан тұрмыстық химия өндірісінің соңғы көрсеткіштерімен таныстыратын боламыз. Осындай өнім шығаратын жергілікті компанияның бірі 5 жыл межесінде тұрмыстық тазалау мен жууға арналған сұйықтықтардың 150-ден астам түрін шығарып үлгерген. Жуырда мұнда сабынның қатты түрлері де өндіріле бастады. Қазір осы өңірдегі тілшіміз аталған кәсіпорын ішінен тікелей байланысқа шығып отыр. Ырымбек, қайырлы күн. Жарнамаға бергісіз бұқаралық шараның алғашқы нәтижелері қандай? Қайырлы күн, Әсел. Бұқаралық акция басталғалы отандық өнім қолжетімдірек бола түсті. Тауарларымызды қаланың гипермаркеттерінен оңайлықпен табуға болады. Әр жерде отандық өндірушінің тауары деген тақтайшалар орнатылған, жасыратын жоқ. Бұрындары жарнамасы ақсап тұрған өнімдеріміз шеттен жеткізілетін тұрмыстық химияның арасында еленбей қалып жататын. Енді мәселенің оңтайлы шешімі табылғаннан кейін Павлодарлық қазақ тұрмыстық химия компаниясы өндіріс көлемін арттыруға бел буып отыр. Қазір мұнда тазалау мен жуу сұйықтықтарының 150-ден астам түрі шығарылады. Сусабы мен шаю құралдарының бірнеше түрі бұрыннан бері әзірленіп, еліміздің барлық аймақтарына үлестірілуде. Таяуда мұнда иіс және кір сабындардың қатты түрлері өндіріле бастады. Бірнеше жыл қатарынан үздік өндіруші ретінде танылған бұл кәсіпорынды қазір ұлттық компанияларда қолдап Қазақстанда құрамның артуына септесіп жатыр. Мәселен, Қазақстан темір жолы мен Қорғаныс министрлігінің тұрмыстық химиямен дәл осы кәсіпорын қамтамасыз етуде. Барынша автоматтандырылған өндіріс ошағында қазір 40 адам жұмыспен қамтылған. Дәл қазір менің жанымда облыстық кәсіпкерлік басқармасы басшысының орынбасары тұр. Асхат Баймұханұлы, армысыз. Байқаған боларсыз, отандық өндірушіні мемлекет тарапынан қолдау көрсетілгелі, жарнамалық мәселелер түбегейлі шешілді. Сәйкесінше жергілікті тұтынушының сапасынан өткен тауарына сұраныс артты. Осы тұстан кәсіпорынның өнімімен ішкі нарықты толық көлемде қамтамасыз етуге бола ма? Біз осы өнермен шектеліп қалмай, бұл қазын қамтып отырмыз. Тауарыспен ерекше мән беріледі. Атап айтқанда Орта Азияда ауғасына 3 жылда қатар 100 тонна жіберіп отырмыз. Біздің өнім ішкі сұранысты толық қамти алады. Жауабыңызға көптен рахмет. Жалпы бұл нысанның жұмысын жүйелеуге 100 миллион теңгедей қаржы жұмсалған. Таяуда сабынның қатты түрлері өндіріле бастағаннан кейін тәуліктік өндіріс көлемі 30 тоннаға жуықтады. Сайып келгенде соңғы көрсеткіштер тұтынушылар белсенділігінің артқанын әрі өз өндірушімізді қолдай бастағанын аңғартады. Мендегі бар ақпарат осы. Әсел. Рахмет, Рымбек. Естеріңізге сала кетейік, тұрмыстық химия өндірісі орнынан бізбен тікелей эфирге шыққан павлодарлық меншікті тілшіміз Рымбек Абиден. Ал ақтөбелік тұтынушылар жергілікті ет өңдеу комбинатының өнімдерін кеңінен қолданып келеді. Бұл өңірдегі тілшіміз Нұргүл Қонақбаева да бізбен тікелей байланыста. Нұргүл, сәлеметсіз бе? Ет комбинатының бүгінгі нарықтағы бағыты қалай? Армысыздар, Астана, рахмет. Біз қазір Рокос компаниясының Сила ет өңдеу комбинатында тұрмыз. Бұл қазіргі таңда заманауи қондырғылармен жабдықталған, толық қуатында жұмыс істеп тұрған іргелі кәсіпорын. Ішкі нарыққа өз өнімдерімен 6 жыл бұрын шыққан. Бүгінде комбинатта ет пен шұжық өнімдерінің 60-тан астам түрі өндіріледі. Бұл жерде барлық өнім қоспасыз, экологиялық таза, әрі дәмді. Басты шикізат отандық, ірі қара еті жергілікті шаруалардан жеткізіледі. Өндірістің барлық кезеңдерінде мал дәрігерлік, санитарлық талаптар қатаң қадағаланады. Тұтынушыларды жоғары сапалы отандық өніммен қамтып отырған кәсіпорынның жұмысшылары өздеріне жасалып отырған жағдай туралы баяндап береді. Бұл комбинатта жалпы жұмысшыларға қандай жағдай жасалған? Осы жіліктеу цехында 6 жыл еңбек етемін. Бізге осы әкелетін еттер өзіміздің жергілікті шаруашылықтан келеді. Еттің сапасы өте жақсы. Сол еттерден біздер тағамдар жасаймыз, шұжықтар. Еңбек етіп атқан жұмысшылардың еңбегі бағаланып жатыр. Уақытында еңбек ақымызды да аламыз. Бір мезгіл тамақтандырады, тегін әрі автокөлікпен апарып уақытында алып келеді. Барлық жағдай жасалған деймін. Рахмет.
ет комбинатында дайын өнімді тұтынушыға цехтан, яғни сауда орындарына тікелей жеткізу үшін, қалыпты температураны сақтау үшін арнайы жабдықталған автокөліктерде қарастырылған. Бұл комбинатта пісірілген, ысталған, жартылай ысталған шұжықтармен бірге тұздалған ірі қара еті де қақталып дайындалады. Сондай-ақ жылқы мен құс еті де өңделеді. Нақты айтқанда, айына дәл осы кәсіпорыннан 180 тонна ет өнімдері дүкен сөрелеріне жеткізіліп тұр. Айта кету керек, істеп тұрған жартылай автоматтандырылған технологиялық желі Австриядан әкелініпті. Қазір мұнда 130 адам тұрақты жұмыс істейді. Ал комбинаттың 3 дүкені бар болса, мұның сыртындағы қаладағы 900-ден астам азық-түлік дүкендерінде өніммен қамтамасыз етеді. Осылайша мемлекеттің қолдауымен іске қосылған бұл жоба бүгінде нәтижелі жұмысын жалғастырып отыр. Комбинаттың өнімдері Алматы, Астана, Атырау, Шымкент, Қостанай қалаларында үлкен сұранысқа ие. Алдағы жоспар жақын шетелдердің нарығына шығу. Бастысы бағасы қолжетімді, Қазақстанда жасалған отандық өнім тұтынушылардың талғамынан шығуда. Астана әзірге мендегі ет комбинат туралы ақпарат осы. Рахмет, Нұргүл. Бізбен байланыста болған Ақтөбе өңіріндегі меншікті тілшіміз Нұргүл Қонақбаева. Әзірге осы, еске сала кетейін, жаңалықтарымызды хабар арнасының сайтынан да таба аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.